Сәлем, мен тоқма әлеміне қош келдіңіздер. Менің анама тоққан орамалымды көрген шығарсыздар әдемі қысқа видеода. Бұны әлемнің 10 шақты елінің оқырмандары, көрермендер көріпті. Тіпті Үндістан, Пакистан, Мексикаға дейін, Түркия, Россия, Украина өте қуаныштым. 500-ден астам көрілім жинапты. Ал мен сіздерге сол орамалдың видеосын көрсеткен бірінші бөлімді. Енді екінші бөлім қайманы көрсетпеппін. Мұны мен орамалды аяқтадым. Мұны сіздерге көрсеткем. Ең соңғы қатар болады деп. Өзіме қажетті нелерді, гүлдерді тоқыдым. Менде мынандай жарты гүлден 22 гүл болды. Немесе мынандай толық гүл болатын болса 11 гүл. Мынандай толық. Мен солай тоқыдым. Орташа, өте үлкен емес, орташа шәлі болды. Қысқа да емес, ұзын да емес. 85 сантиметр биіктігі және мына ұзындығы 170 сантиметр болды. Жаңылыспасам. Мен енді бұл мынаны әлі жуған жоқпын ғой, жуғаннан кейін. Енді мен сіздерге көрсетейін. Осы жерде қайманы қалай жасаймыз. Орысша соломоновый петли дейді, немесе соломон ілмектері дейміз енді. Солай атауымызға тура келеді. Қараңыздар, не жасаймыз? Мұны біз аяқтадық, мұны қатардың соңына келдік. Енді бұлай тартамыз, ұзартамыз. Мұны ұзартамыз. Енді бұл жерде 1 сантиметр, 1 сантиметрден 1-2 миллиметр асырсаңыз болады. Ең бастысы бірдей етіп тоқу керек. Енді 1 сантиметрден асырасыз не болса да. Бұны бұлай тартамыз, қараңыздар. Енді бізде мына жерде ілмек бар, мына жерде жіп бар, жұмысшы. Осы жұмысшы жіпті мына ілмектердің арасынан былай шығарамыз. Мынаны жібермейміз жіпті. Енді мына жұмысшы жіп, мына жақтағы бағанағы біздің ілмек, осы екеуінің ортасынан бір іліп аламыз, мына. Және осы екеуінен біреу шығарамыз, мына. Соломон ілмегін жасадық. Енді бұл жерде біз екеуден жасаймыз ол ілмекті. Тағы да тартамыз. Қатты ұзын қылмаймыз. Тарттық. Мына ортасынан қараңыздар. Ортасынан шығардық. Енді мына екеуінің ортасынан бұлай астынан іліп алып шығарамыз да. Тағы екі ілмек пайда болды. Сол жерден шығарамыз. Мына. Осылай екі соломон ілмегі пайда болды. Осылар енді біздің жиегімізде, қаймамызда әдемі болып көрініп тұрады. Енді біз шетінде үнемі 4 ілмектен тоқып отырғанбыз, мына. Соның шетінен іліп аламыз. Мынау бізге осы үшін керек болды. Қосымша 4 ілмегіміз. Осы жерден кіріп, біз мына жерден кіреміз да. Орамы жоқ, бағанша тоқимыз біреу. Іліп алдық. Енді осылай екі соломон ілмегін жасап, ортасына дейін барамыз. Ортасында тағы да не жасайтынын көреміз. Ортасы шеті. Мен сіздерге көрсететінім. Екі шеті мен ортасы. Мынау бірінші қатар. Мұны осылай іліп аламыз. Ортасына келдік. Осы жерде сәл проблемный жер. Өйткені бұл жер дұрыс тоқылмаса, мына ұшы жиырып қалады. Менің соңғы орамалымда да әлі де мен бұны бір кеңейтудің жолын іздеп отырмын. Бұны мен ешерден көрген жоқпын. Өзім жасап жатырмын. Қараңыздар, мұны мен соңғы мұны 4 ілмектен алдым. 2 соломон ілмегін. Енді мен ортасына. Енді мынаны бұлай, мұна мен жалғайсам көріп тұрса не болатын? Мына жерден тағы біреу шығаруым керек. Ортада менде екеу болу керек мынандай. 2 пар соломон ілмек болу керек. Сол үшін мен мына ортасына қадалам. Мына бас жағына, бастаған жерме, бастаған шеңберге. Және осы жерден 2 жұп соломон ілмектерін жасайым. Келесі қатарда былай бетіп, мына жерген бетіп жалғаймыз. Осы жерден 2 жұп жасайым. Тартылып қалмас үшін ұшы. Осы жерде мұқият болыңыздар. Мұны шетіне келдік. Қараңыздар. Мұна ең соңғы не келдік. Жиектегі ең соңғы топтамаға келдік. Осы жерден орамы жоқ бағаншамен осы жерден жалғандық.
Енді бір несін тоқимыз. Осы жерде сәл ұзынырақ алсаңыздар болады, өйткені проблемный осы жерлер жиырылып қалады. Так, бір соломон петлясын алдық, ілмегін. Енді қараңыздар, мына жерде, топтамамыздың ортасында бізде екі бос ілмек бар, осы жерде екі бос ілмектің арасына біз жалған соломон ілмегін жасаймыз. Қараңыздар, мына кәдімгі орам бар бағанша жасаймыз осы жерге. Және осылай ұзынырақ қып тартып алыңыздар, осылай. Сәл ұзындау қып, өйткені осы жерде жиырылып қалады екен. Менде бұл жерде 1,5 сантиметрден көбірек болды, 1,5 сантиметрдей. Бұл менің ұсынысым, енді өздеріңіз көресіздер. Осы жерде мына екеуін ұстап тұрамыз да, былай өткізіп аламыз. Мұны қараңыздар, тағы көрсетейін. Кәдімгі орам жасадық, накиде. Былай тартып алдық, созып, ұзындау қып, тартып алдық. 1,5 сантиметрдей. Енді екеуінің астынан өткіздік. Енді жаңағы соломон ілмегі сияқты былай іліп аламыз да, үшеуін бірге қосып жібереміз. Жалған соломон ілмегі болды. Енді келесі екінші қатарын бастаған кезде, тоқтаңыздар. Мына жерден екі соломон ілмегін жасалаңыздар. Және екінші қатарды бастайыз. Осы жерде екінші қатар басталады. Енді мына жерде ыңғайсыз болып осылай айналып тұр, Мен бұлай айландырып алдым. Бұлай айландырсам да болмайды. Менде осылай ұстай беріңіздер. Қараңыздар, енді бізде мына жерде бірінші қатар соломон ілмектер тұр. Енді мына жерде екі ілмектің ортасындағы, ортасы бар ғой. Осы ортасына қадайсыз, ілгекті дәл ортасына қадайсыз, және орамы жоқ бағанша жасап аласыз. Бұл жалғанасыз. Енді арғарай ортасына дейін кәдімгідей екеуден жұп-жұп болып тоқып кете бересіз. Бір жұп тоқыдыңыз, бір жұп екі ілмеге, екі соломон ілмеген мына жерде ортасына кіргіземіз, дәл ортасына. Жалғанып аламыз. Осылай екінші қатар кетеді бізде. Екінші. Ортасына дейін. Ортасына келген кезде, бұл жол ортасын көрсетпей қойын. Тоқып, бұлайынша көрсете салайын. Ортасына келген кезде бізде мына жерде тұр. Мына жерде тұр мұны ортасы. Екі ілмектің ортасы. Және мына жерде осы екеуін жалғайсыздар. Ортасына келген кезде. Және соңында барған соң, мына жерге келген кезде тағы да осы жерден бір соломон ілмегін жасайсыз. Одан кейін мынау дәл жаңағыдай қып, мына жердегі топтаманың ортасындағы екі бос ілмектің астына ұзын етіп жаңағыдай жалған соломон ілмегін жасайсыздар. Осы жерге келген кезде тағы бір көрсетіп жіберемін. Енді қайманың екінші қатарының соңына келдік. Мынау біздің бастаған жеріміз, осы жерден біз бастағанбыз. Енді осы жерге біз не жасаймыз? Мына жерде бір соломон ілмегін тоқып алдым мен. Соңғы жалғанатын жерге жалғанғасын енді осы мына екі алдында алынған екі бос ілмектің астына жалған 1,5 сантиметрге тартып алдым. Жалған соломон ілмегін жасаймыз. Жасадық. Енді кәдімгідей екі соломон ілмегі және мына қаймамыздың үшінші қатарын бастаймыз. Бағай бұрыламызды. Мұны тағы да мына жерге жалғанамыз. Енді бұл жерде түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл ортасы қандай болады бұл қатардың? Үшінші қатардағы ортасы. Мына ортасы, енді қараңыздар, біз алдындағы жолы мынандай болды бізде, қараңыздар, мына ортасында біз алдында екеу жасағымыз, екі пар жасадық ілмектер. Енді екінші қатарда біз солардың ортасына жалғандық. Енді мына жерде тағы да бірінші қатардағыдай солай жасаймыз. Мына ортаның
екі шетіне екі жұп жасаймыз. Мына жерден біреу, мына жерден біреу. Сонда былай қарай кеңейеді. Сонда мынау ұшы бүрісіп қалмайды. Осылай жасаймыз. Және шетіне келген кезде, мына ең шетіне келген кезде тағы да бізде мына жақтан бір соломон ілмегі болады, ал шетінен сәл ұзындау қылып жалған соломон ілмегін жасап, осылай енді неше рет жасағыңыз келеді, сіздің неше қатар жасағыңыз келеді, соншама қатар қайма жасап аласыздар. Мен мына жерден шамамен мына жерде 1, 2, 3 рет жүремді. Төртіншісінде немесе бесіншісінде мен енді мынау моншақ тәрізді, орысша пышный столбик дейді, енді не десек болады, қабатталған баған деп айтсақ болады. Қабатталған бағамен моншақ тәрізді осындай ұштарын жасаймын, шашақтарды жасаймын. Сол жерге келгенде кездесеміз. Қыздар, мұны қараңыздар. Енді мен мынау қаймамның, соломон ілмектермен тоқылған қаймамның 1, 2, 3, 4-ші қатарына келдім. 4-ші қатарға келген кезде мен сіздерге мынаны айтып кетейін дедім. Басында соңында мынау ең соңында шашақтарын шығаратын жерде көрсетем деген едім. Ол ойымнан айнып, сіздерге мына бір нәрсені көрсетіп кетейін. Мына ұшы әдетте мен талай тоқымашылардың нелерінен көріп жүрмін, шәлдерінен. Мына ұшы тырысып тұрады. Менің дәл осы орамалды тоққан кезде, алдыңғы орамалымда да мына шеті онша ұнамайды маған. Сәл бетіп қысқарып, тырысыңқырап тұрады. Сол үшін мен не жасадым, қараңыздар. Мен сіздерге көрсетем деп тоқып қойдым. Қараңыздар, мына 1-ші қатарда біз былай екі жұп жасадық, 1-ші қатарда. 2-ші қатарда біз осылай екі жұптың ортасын жалғадық. 3-ші қатарда тағы да екі жұп жасадық, соломон ілмегінен. Енді мен жаңа тоққан кезде тістес қапты. Сіздерге қайтып көрсетіп жіберейін. Мына қараңыздар. Қайтып сіздерге көрсету үшін тарқатып жатырмын. Мына екі жұп ұшында, мына жақта ортасынан жалғанған. Одан кейін тағы екі жұп, 3-ші қатарда, ең 4-ші қатарда. Енді қазір біз 4-ші қатарда былай жалғай салсақ, бізде мына жақтан біз не шығаруымыз керек? Соңғы қатарда бізде былай екіге бөлініп кетеді. Содан соң мына жер тырысып қалады. Ондай нәрсе болмас үшін мен мына жерде мынандай нәрсе жасадым. Қараңыздар. Ортасы ғой. Ортасына келген кезде мен екі жұпты көбейтіп жібердім. Ортасынан жалғай салмай, мына жерден ортасына қадалып, мен екі жұп жасадым. Дәл ортасына. Не үшін? Қазір айтам. Егер түсініксіз болса. Мына қараңыздар. Мына жерде менде осындай гүл пайда болды. Енді қараңыз. Келесі қатарда мен мына қайманы аяқтап шашақ жасаймын. Сол кезде мен мына жерден екі соломон ілмектерін жасап, мынау шашағым менің ортада тұрады. Және мына жерде қосымша тағы да екі жұп тоққан соң, мынау бұрышы былай тартылмайды, созылмайды. Әдемі болып, кәдімгі бұрыш болып шығып тұрады. Ілмектермен 4 қатар тоқып алдық. Мен енді осы жерде аяқтаймын. Қаймамның соңына келді мен. Қайманың ең әдемі жері қазір мұны қабатталған бағаншалар немесе пышный столбик тоқимыз. Мына жерде жалған соломон ілмегін алдым ұзындау етіп. Одан кейін бір соломон ілмегін және мынау сол жерден шығып тұрған менің ілмегім. Енді осы жерден бұрып аламыз да, осы жерден орысша пышный столбик дейді, немесе қабатталған бағанша дейік. Соны жасап көрейік. Бұл жерде 7 рет мынандай орамалу керек. Қараңыздар. Енді осы жерде менікі, дәл менікі, сіздердікі мүмкін менікінен әдемі шығатын шығар. Жиырылып қысқарып қалады осы жерге келген кезде. Мына қараңыздар, 1 рет орамалым. Мынау соломон ілмегіміздің ортасын тауып аламыз.
ортасын соған қадаймыз. Так, шығарып алдық, былай тартып шығарып алдық. Екінші рет орамалдың. 2 рет болды. Енді үшінші рет тартып алдым. 4-ші рет, әр тартқанса менікі қысқарып жатыр. 4-ші рет 5 6 7 менікі қысқарып жатыр. Енді сіздер шамаларыңыз келгенше былай 1 сантиметр етіп ұзындығын бірдей алуға тырысыңыздар. Енді мынау жұмысшы жібіміз тұр ғой, осыны ұстап тұрамыз. Мынаны іліп аламыз, жіпті астынан ілгекпен. Ортасынан шығарып аламыз да. Мынаны былай іліп алу керек. Мына осындай пышка, моншақ пайда болды. Енді мынау жерге жалғану үшін қайтадан 3 ілмек аламыз. 1 2 3. Мына жерге қайта келу үшін жаңа қадаған жерімізге қайта келеміз да. Орамы жоқ бағанша. Енді қайта саламон ілмегін аламыз. Мына. Енді не істейміз? Енді келесі осындай жалғанатын жерімізге мін саламон ілмектердің ортасы. Бір орамы жоқ бағанша. Дәл осылай енді айналдыра осылай моншақтар жасап кете бересіздер. Мына бір тартып алдық. 1 дәл ортасынан қададық. 2 3 4 5 6. Мен 5 жасап көргем. Жұқалау болады екен. Сол үшін 7 жасап беріңіздер. 6 және 7. 7 рет алсаңыз томпақ болады мына шишкаңыз. Мына жіпті жібермейміз, ұстап тұрамыз. 1 2 3 дейміз да. Мынау ортасына бағанағы саламон ілмектің мынау нелер қабатталған бішін столбик жасаған жерге қайтып келеміз. Болды, енді осыны айналдыра осылай тоқып шығасыздар. Так, сәл тартылып қалды. Айналдыра осылай тоқып шығасыздар. Әдемі моншақ сияқты болып тұрады. Видеода көрген шығарсыздар. Енді ортасына келген кезде, бұл жерде ешқандай құпия жоқ. Ортасына келген кезде біз бағана дайындап қойғанбыз алдыңғы қатарда. Мына жақтан былай қосып шығасыз. Ал мына шетіне келген кезде көрейік, бұл жақта не болып жатыр. Так, мына шетіне келген кезде біз мына жақтан екеу ғой бізде. Мына жақтан екеу болып аяқтаймыз. Осылай. Мына. Шашағымыз аяқталды. Ал өздеріңіз әдемілеп тоқып шығыңыздар. Нәтижесімен белгілеп, менің осы посттың, осы видеоның астында Instagram парақшама сілтеме бар. Сол сілтеме бойынша кіріп, Instagram парақшама тоқыған осындай орамалдарыңыз, шәлілеріңіз бар болса, егерде осы менің мастер-классым болса, тоқып шыққан болсаңыздар, мені белгілеп, менің парақшам тоқыма әлемі деп шығарыңыздар, өтініш. Және мен парақшамды тарата жүріңіздер, таныстарыңызға, қызығатын тоқымашыларға болса. Мен өзім мектепте мұғаліммін, бірақ уақыт тауып осы видеолар түсіріп жатырмын. Егерде оқырмандар көп болса, қызығушылық бар болса, тағы да көп дүниелермен бөлісемін. Міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарийге сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса жаза жүріңіздер.